Шіркін, Наурыз десеңші. Жер ананың бусанып табиғаттың күлер шағында, адам баласының да бір сәт көңіл күйі жайдарланып, жаңа күннен жақсылық күтері хақ. Әзіл қалжыңы, ойын оспағы жарасқан, жастардың жүрген жері қашанда думан емес пе? Бүгін біздің ортамызға осындай тамаша әзілдерімен, әсем әндерімен, қызықты ойындарымен келіп отырған замандастарымыз бар. Ендеше оларда өз өнерлерін ортаға салсын. Кәнекей, шақырайық. Ой, бәрекелді, олай болса кезек бүгін күндегіден де сұлуланып кеткен қыз жігіттердікі. Наурыз мейрамы жүректерге нұр сепкен, маңдайымнан сипап өтті гүл көктем. Жарығымен, шуағымен күн ана, алып келдің жер бетіне күн көктем. Жыр сыйлаған, нұр сыйлаған тірлікке, қастерледік қадіріңді білдікте, құтты болсын ұлыс күні жұмылдырған, бәрімізді ынтымақ пен бірлікке. Жігіттер, бүгін айтпаған әнді қайда айтамыз? Бүгін ойнамаған ойынды қашан ойнаймыз? 8 қырлы, бір сырлы екендеріңізді осы жерде көрсетіңіздер. Ой, қу қыздар, бізді осы жерде тәуір мәртесін алаңыз келттір ау. Жиылып жеті әнші желе жеттік, бірігіп серлікпен елге жеттік. Әншінің айдап жүрген еш мал жоқ, өнермен мерекені ермек еттік. Ертіп сонымыздан көпшілікті, өнерді жасымыздан ермек еттік. Солай емес пе, жігіттер? Әрине солай, жөн сөйлесің. Әй жарайсың жігіттер, сөз тапқанда қолқа жоқ. Көшпелі қазақ тұрмысында сал-сері салтанаты ерекше орын алған. Бұл өнердің қыры мен сыры болмақ. Осынау ата-бабаларымыздың сал-серілік жолын жалғастырсақ, біз қуанбай кім қуанады? Әрине. Солай емес пе? Ой, бәрекелді. Ал бүгін ағзайыққа айқай-ақау көктем келді. Күткенің осы емес пе көптен бергі. Барлық адам қуанып шапқылап жүр, қонақ қып келгендер мен кеткендерді. Ағайын қабағасып жадырасы, ұмытып елес болып өткендерді. Олысың оңнан болсын деп айтайын, халықтап бейбітшілік кептерлері. Алам сау қалам аман ел болайық, аман сау кесіп өтіп өткелдері. Бар сырым алдарыңда мәлім болсын, ұлдарыңның бойында жалым болсын. Аталар мен әжелер аман болып, ұрпаққа ұлағатпен тәлім берсін. Қара көз қазағымның қыздарына аққудың сүттен әппақ арым берсін. Ұлыстың ұлы күні құтты болып, бейбітшілік мәңгілік сәнім берсін. Қамшының сабындай ақ қыс көмірде, шәмшінің мәңгі көкте мәнім берсін. Ұлыстың ұлы күні менің айтқан тілегімнің ағайын бәрін берсін. Айқай. Ой, бәрекелді. Қыздар, жігіттерді тамашаладыңдар. Енді біздер сіздерді тамашаламаймыз ба? Ой, бәрекелді. Солай емес пе, жігіттер? Дұрыс айтады. Әрине біздің ортамызда өнерлі қыздарымызды аз емес деп ойлаймыз. Ал ендеше тамашалайық. Қағасың қанатыңды ай, қалықтайсың ай, қонасың гүлден гүлге ай.
жете алмасаң күнідерге өтінемін өкпелеме кінәсі жоқ гүлдерге ақ көбелек жете алмасаң күнідерге өтінемін өкпелеме кінәсі жоқ гүлдерге ақ көбелек Тамаша қыздарымыз көбейе берсін. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу, махаббаттың отына күйген сұлу демекші. Бүгінгі жастарымыздың арасында да бір-біріне ынтазар жастардың бар екенінде байқап қалдық. Халқымыз өнерсіз қыздан без, өнегесіз ұлдан без деген екен. Ата тегі, ақыл парасаты, сымбат көркі сай келіп жастар жарасып жатса, оның не сайып? Олай болса, бүгінгі наурыз тойымыз қызда ауылдың кешіндей қызықты бола бергей. Әрине қуаныштен тауып айттың. Ұлға 30 үйден тыйым, 10 сан үйден сын демекші. Ер жігіттің де сыналар шағы болады. Еңсегей бойлы, терең ойлы, өткір көзді, қара қасты, кең маңдайлы, торсық шекелі, қыр мұрынды, апай төсті, өткір тісті, жуан білекті, қынай белді, қапсағай денелі, от ауызды, шешен тілді, темірдей саусақты, жау жүректі жігіттеріміздің арамыздан табылып жатқанына мұна біз қуанбағанда кім қуанады? Әрине. Ой, қандай тамаша сөздер. Қыздар осы сөзді күнде болмағанмен ара тұра айтып тұрса, қандай жақсы жігіттер, а? Ой, дұрыс айтасың. Ал енді жігіттер осыдан кейін ән салмай көріңдер енді. Айту керек міндет. Ал сайрамдар жігіттер. Қыздар, жігіттер, тағы бір жақсан тыңдайтын болдық қой. Ал кәде жіберіңдер жігіттер. Айтсын. Көктем келді жер беті өзгереді, махаббаттар туатын кез келеді. Сүйген жандар көктемде көз ілмейді, махаббатқа қай жүрек езілмейді. Апурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Апурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Қыздар кетіп барады қырдан асып, жігіттер де барады қатарласып. Соның бәрі бір қызға қырындайды, ол қарында жігітке бұрылмайды. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Сорлы жігіт сол қызға жалынады, жалынғанмен қызға мал алынбады. Басқа жігіт сұлуды сағындырды, сүйемін деп састады асыл сырды. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа кел жүрек. Жігіт бүркіт құс түлкі іліп кетті, шеңгеліммен сол қызда бүріп кетті. Сүйгеніне сорлы қыз жет алмады, ермек болып жігітке кете барды. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Сол қызға жалынады, жалынғанмен қызға мал алынбады. Қыз жылайды неге сен алмадың деп, өлілгенше өзіңнен қалмаймын деп. Астапурай, апурай, одариғай, махаббатқа жүрегі
жүрегі жүр бағынбай. Қыздар кетіп барады қырдан асып, жігіттер де барады қатарласып. Сүйгеніңмен қырларға бір барғайсың, сондай неге зар илеп жыламайсың. Астапырай апырай отаригай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Астапырай апырай отаригай, махаббатқа жүрегі жүр бағынбай. Ой, бәрекелді. Қандай тамаша ән. Ал жігіттер, қыздар, бүгінгі мынау көктемнің мерекесіне небір өнерпаз жастар жиналып отыр бұл тойға. Сонымен мынау менің жанымда тұрған Гүлнұрдың да бір өнері бар екен ала келген. Соны тамашаласақ қайтып. Сағынып сені, сарылып жүрмін, сарқырап жыннан қылармын, оны білемін. Күн сайын жаным, сені ойлаймын, өмірімнің бар ғұмырын саған арнаймын. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Көңілің көктем жайдарлы неткен, пәк жүрегің толқын болып самалда ескен. Жайқалып жаным, жарықта бәлем, өмірімнің бар ғұмырын саған арнадым. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Сағынып сені, сарылып жүрмін, сарқырап жыннан қылармын, оны білемін. Күн сайын жаным, сені ойлаймын, өмірімнің бар ғұмырын саған арнаймын. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Алыстағы арман-ай, бір өткізген таңдар-ай, жалындаған жанарың елес болып қалған-ай. Пай-пай шіркін қуаныш. Наурызды думандатқан жастарымыздың шетінен өнерлі екенін байқадық. Енді бір сәт Абай атамыз айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек жастарының біліктілігінде сынап көрелікші. Бәрекелді. Ендеше қыз жігіттеріміздің бұл сынға төтеп беретініне мен кәміл сенімдімін. Солай ма қыздар? Сендерге сенейін бе? Ендеше қыздар, жігіттер, біліктілігімізді де бір байқап, осы тұста біздер этнографиялық бағытта Қуаныш екеуміздің сауалдарымызға сіздер жауап бере отырсаңыздар. Мен бірінші сауалды қоя кетейін. Ал бозбалдар мен бойжеткендер, жалпы Наурыз көже туралы не білесіздер? Жалпы Наурыз туралы, Наурыз деген жыл басы саналады. Осы жыл басыдан бөлек сіздердің қандай түсінік пайымдарыңыз бар? Кім айтады екен?
Біздер бүгін таңертеңнен бері жаңа күнді қарсы алып Наурызды тойлап жатырмыз. Наурыз деген сөздің мағынасын біздерге кім айтып береді екен? Ескертеміз, егер жауабымызды дәл таппасаңыздар, айыппұл төлеп өнерлеріңізді ортаға саласыздар. Ал егер ешкім айтпайтын болса, онда шеттеріңізден өлең айтасыздар. Бұл менің пайымдауымша парсының тілінен енген жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Наурыз бұл мұсылман жыл санауы бойынша жыл басы, және Наурыз көженің мәні зор, оған 7 түрлі тағам қосады. Оның да үлкен мәнісі болса керек. Себебі бұған ақ қосады. 7 түрлі дәм қосып, ақ мол болсын деп бір-біріне ырым еткен бабаларымыз. Қуаныш, енді менің ендігі қойылайын деп отырған сұрағымның жауабын мен ойлаймын, қыздар жігіттеріміздің барлығы да біледі деп. Ендеше жігіттің неше жұрты болады екен? Жігіттің өз жұрты, нағашы жұрты және де қайын жұрты болады. Ал шынар айта қойшы, осы жұрттардың ішінде ер азаматқа қайсысы жақын келеді? Осы сұрақты мен толықтырып өтсем қалай болады екен? Ой, бәрекелді, Асылбек. Мына Шынарға қосыла кететін болсам, қайын жұрты күншіл келеді, өз жұрты сыншыл келеді. Бәрінен де ең жақын жігітке нағашы жұрт. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Қымыз бен шұбат сапырып ішкен қазақта қымыз мұрындық деген болады. Ендеше мен қасымдағы Алматтан сұрап көрейінші, қымыз мұрындық қай кезде дайындалады, қалай дайындалады? Ой, Алмат, қымыз мұрындық дегенді білмейсің бе? Өкінішке орай қымыз мұрындықты білмеймін. Айыбымды орындауға дайынмын. Әрине онда ортаға салып, өз айыбыңды өтеуге. Қандай өнерің бар? Не айтасың? Өлең оқып берейін. Ақшта Бақтыгерей апамыздың Сенбе дос деген. Ой, бәрекелді. Кәдімгі таңғалдырып көрші бізді. Сенбе дос өз сөзіне тұрмағанға, махаббат жалған десе бұл ғаламда. Махаббат болмас егер дала кезіп, Мәжнүм Ләйлі үшін жынданар ма? Махаббат теңеу емес өлеңдегі, емес ол аңыз болған елермегі. Махаббат болмас егер зарлап жібек, қожысын сұлу баян өлірмеді. Ғасырлар дәуірінен озған дөлен, мүмкін бе пәк сезімді жазбау деген. Жүрікін ұлы Абай жүрегінде, бітпеген бір ән кеткен Тоғжан деген. Кей сорлы махаббатқа жолықпайды, ондайлар қиналмайды, тарықпайды. Аялап шын қадірлеп көрмегендер, қызылгүл солғанынан қорықпайды. Күн біреу нұрын төгет көктен жерге, қызғалдақ бір гүлдейді көктемдерге. Шын бақыт екі айналып жолықпайды, қол сілтеп көзін жұмып кеткендерге. Ал енді бозбалдар мен бойжеткендер ашамай деген не, кім біледі? Ашамай дегеніміз енді бұл қазақтың салт дәстүрі бойынша мына баланы сүндетке отыратын кезде ағаштан шауып жасалатын ер. Яғни бұл ер тұрман жігіттің ата-әбзеліне сай баланы сүндетке отырғызғанда құрметтеп мінгізетін ері. Яғни аттың әбзелі деген. Бәрекелді. Тағы кім білетін еді бұл жайында? Дұрыс айтасың, Асланбек. Ашамайды аша ағашынан екіге айырып жасайды екен. Бәрекелді. Қазақта 7 қазына деген бар. Ендеше осы 7 қазынаға не кіреді? Мен осы сауалды Қуанышқа қойғым келіп тұр. 7 қазынаға кіретіндері ұшқыр тазы, ер жігіт, шолақ мылтық. Әркеліп қалдың. Көмектесуері, сұлу жар. Сұлу жар, Қуаныш көмектесуері енді. Ал, бәріміз жалпы тұрып көмектесейік. Басынан айтайық. Қаны, бірінші кім? Ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, үшіншісі шолақ мылтық, тазы құмай, ат, жүйрік ат, қыран бүркіт. Ой, бәрекелді. Қуаныштың білмеген жерін барлығымыз болып толтырдық. Енді ойлайым, Қуаныш өзінің айыбын ортаға шығып өтейді деп.
ең тамаша. Құлағыма жетіп жүрегімнен жол тапты. Ал сендерге ше, қыздар, жігіттер? Әрине, бәрімізге де жат. Ұлыс тойының тойлану барысында көптеген дәстүрлі ұлттық ойындар да ойналған. Тепе-теңдік, балтамтап ойындары көненің көзіндей болып сақталса да, бүгінде әсіресе жастар арасында толық сипат ала алмай жүр. Наурыз думанда біздің қыз жігіттеріміз сол дәстүрлі ойындарды ойнап, балтамтап ойынына кезек беріп көрсек. Балтамтап, сен алдында мен балтамда? Қаяқтағы балта? Мен балта аштырып тұрғанын көріп тұрсың ба? Кім алды мен балтамды? Жоқ, мен алған жоқпын. Сен алған жоқсың ба балтаны? Жоқ, мен балта алған жоқпын. Балтамтап, сен алған боларсың балтаңды. Қайдағы балта? Мен балта алған жоқпын. Сен алған жоқсың ба? Ой, жоқ, мен де балта алғаным жоқ. Мүмкін Қуаныш алған шығар. Ой, жоқ, мен де балта алған жоқпын. Қарсы алдымда тұрған қарындас жаман көзімен қарады, мүмкін сол алған шығар. Жоқ, мен балта алған жоқпын. Мүмкін Асланбек алған шығар балтаны. Жоқ, мен де алған жоқпын. Онда кім алды? Мына қасымдағы әдемі қыз Лунара ішіне қулық сақтап отқан секілді. Мүмкін осы алған шығар. Сен салар да мен салар, атқа жемдігім салар. Байқаймыз, жігіттер, қыздар, Лаураның табалмаған балтасын ешкім де табалмаған сияқты, ешкім де алмаған сияқты. Ендеше осы бір айыбымызды өз өнерімізбен көрсетсек дейміз. Қалай қарайсыңдар? Өйткені сендер өнерлі емессіңдер ме? Солай ма? Жоқ, олай емес пе? Ал кәне, өз өнерлерің паш етіңдер онда. Кіндігімнің жасқары тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы еді ауылым, жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Биік шыңғызға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым, әнмен таңды аттарап ән салдырған ауылым, сары қымыз сапырып тамсандырған ауылым, көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым, алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым, ауылым, ауылым. Қуаныш, жер-ананы құрсауынан босатып, тоңымыздың бетін қайтаратын көктемнің шуақты жылы лебі есіп, бүгін жайық жастарының да жанын жадыратқандай. Иә, Гүлжан, олай болса, біз Наурыз мерекесін тойлап жатқан сол жастарымыздың өнерін көріп, тілек лебіздерін тыңдап қайтсек қайтеді, ә? Әрине. Ал жігіттер, қыздар, біздер Наурыз тойын думандатып жатқанда күннің де кеш болғанын байқамай қалыппыз. Жаңағытқан қозыдай құшақтасып көріскен демекші, енді ағайын туыстарға барып, есендесіп қайтқанымыз жөн болар.
Сен менімен келісесің бе Гүлжан? Әрине қуаныш, ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлы кісіден баталса, сонда ол жалы жыл болар деген. Бәрімізде үлкендерге барып, сәлем беріп, қызмет көрсетіп, батасын алайық. Жөн сөз. Құрметті Ақжайықтың алқалы жамағаты, міне сіздерге шын ықыласпен, ерекше көңілмен әзірленген мерекелік хабарымыздың соңы таяп келеді. Егер кімде-кім ұлыс күні күн шұғыласын маңдайымен тосып, қарсы алса, оған Наурыздың құты дареді екен. Баршаңызға Наурыз құт береке, ырыс, молшылығын ала келсін. Жаңа жыл басы әз Наурыз құтты болсын. Мерейлі шаттыққа жетелесін. Пәк жүректен айтылған ақ тілектер жаратушының құлағына шалынып, нұр шапағатын жаудыра себелетсін. Көріскенше күн жақсы ағайын.